Бәріңізге сәлем достар. Бүгін қайнатылмайтын баклажкада сақталатын огонек дайындайтын боламыз. Бұл үшін бізге 7 кг қызанақ, 400 г сарымсақ, 3 ащы бұрыш, 10 таблетка аспирин және де дәміне қарай тұз керек. Қызанақтарымызды осылай турап аламыз. Қызанақтарымыз етті, дәмді болғаны дұрыс. Және де бұл огонекті кейбір өңірлерде кобра, заправка, приправа деп те айтады. Қалай аталса да бұл өте дәмді болып шығады. Әсіресе ер азаматтарға қатты ұнайды. Сондықтан бірге дайындайық. Қызанақтарымызды блендерда немесе мясорубкада өткізсеңіздер болады. Мен блендерға салып өткіздім. Қызанағымызды осылай блендерден жақсылап, әдемілеп өткізіп аламыз. Және де бұл огонек қою тағамдармен жегенге өте керемет елеседі. Сондай-ақ томат ретінде де қолдансаңыз болады. Видео сізге пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қызанақтан кейін осылай ащы бұрышымыз бен сарымсақты блендерға салып, жақсылап уатып аламыз. Қызанағымызды, сарымсақты, ащы бұрышымызды осылай үлкен ыдысқа барлығын құйып аламыз. Және де аспиринімізді дайындаймыз. Бізге 10 таблетка аспирин қажет. Осылай уақтап аламыз әбден. Және де қызанағымыздың үстіне ақырындап себеміз. Жақсылап араластырып, бір түнге қойған дұрыс. Мен кешке қарай жасадым. Келесі күнге дейін тұрғаны жақсы. Себебі тұзы, аспирины бәрі араласып, жақсылап сіңгені дұрыс. Бұл жерде мен 3 ас қасық тұз салдым. Сіздер дәміне қарай салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, огонегімізді салқын жерге бетін жауып қойған дұрыс. Сондай-ақ огонекті пластик бутылкада, банкада сақтасаңыздар болады. Мен бутылкаға сақтадым, банкаға де қойдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үйде қандай ыдыс бар, солмен жасасаңыздар болады. Алдымен бутылкаларды жуып аламыз. Воронканың көмегімен осылай ақырындап құямыз. Осындай огонек шықты. Бәріңізге ас болсын.